Қайырлы күн баршаңызға, мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, балалар сүйіп жейтін наггетсті дайындаймыз. Ол үшін тауықтың төс етін орташа қылып кесеміз. Қатты үлкен, қатты кішкентай қылмаймыз. Осындай үлкендікте. Содан соң маринад дайындаймыз. Маринадқа 1 литр суға 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық паприка, және де қасықтың ұшымен бұрыш. Егер ащы болсын десеңіз, қызыл бұрыш қосасыздар. Ал мен балаларға жасаған соң ащы бұрыш қоспадым. Содан соң 3 чеснокты үкіштен өткізіп қостым. 2 ас қасық сұйық май қосамыз, жақсылап араластырамыз. Жаңағы кесіп алған тауық етін салып, 1 түнге немесе кем дегенде 4 сағатқа маринадтап қоямыз. Бетін жабамыз. Менде 1 түн маринадталып тұрды. Енді мешочекқа осылай ұнды саламыз. Жан-жағыңызды ластамау үшін өте ыңғайлы әдіс. Ұн емес, сіздер панировкамен жасасаңыздар да болады. Панировкамен де өте дәмді шығады. Осылай ұнға салып, жақсылап сілкіп жібереміз. Сол кезде осылай ұнға жақсы ауналып шығады. Өте оңай жол, және де жан-жағыңыздың бәрін ұн қылдырмай таза болады. Барлығын сөйтіп шығамыз. Енді майға 2 жағынан орташа отта пісіретін боламыз. 2 жағынан қуырамыз. Өте дәмді наггетсі дайын болды. Ортасы жұп-жұмсақ, нәзік, сырты қытырлақ болып шығады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.